Ассаляму алейкум, сіздермен хан қызы Керімай. Бүгін сіздермен коладан нан пісіретін боламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Електен өткізілген ұнымызға тұзымызды, аштықымызды, қантымызды салып, үстінен жылы коланы құйып, жұмсақ нан илеп аламыз. Нанымыз осылай қолға жабыспайтын жұмсақ болып иленді. Ыдысымыздың ішіне майды жағып, нанымызды саламыз да бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Bir сағаттан кейін нанымызды алып, шамамен 1/6 бөлікке бөліп қойдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай ешқандай ұнды қажет етпейді. Өте жұмсақ қамыр. Осылайдан видеода көрсетілгендей нанымызды 6 бөлікке бөліп домалақтап алып, бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырып қойдым. Кейін домалақтарымыз осылай сопақша етіп жайып алып, бір жақ шетінен қайырып, шиыршықтап, созып алатын боламыз. Осылайдан бастарын біріктіреміз де, жақсылап өріп аламыз. Міне өрілген нанымыз дайын. Пергамент қағазымызды жақсылап майлап алып, үстіне нанды қойып, кейін бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Жұмыртқаны нанның үстіне жағып аламыз. Кейін қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минут нанды пісіріп алатын боламыз. Міне біздің коладан піскен нанымыз дайын, өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Ыстық күйінде шаймен өте керемет үйлеседі. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Әлі де алда қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет.